Олжас Бектенов бастаған команда 3 жылдық бюджет жобасын баяндап бітісімен қалың сынға қалды. Мәселен, бірер жылда мемлекеттік қарыз 57 триллион теңгеге дейін өсуі мүмкін. Сол кезде оны өтеу шығыны білім беру, қорғаныс және инфрақұрылым салаларына кететін қаражаттан да асып түспек. Мемлекеттік қарыздардың жоспарланған көлемі тапшылық мөлшерінен асып түсіп тұр. Бұл қазіргі міндеттемелер бойынша төлемдерді жаңа қарыздар тарту есебінен жабу практикасын сақталып отырғанын көрсетеді. Әлеуметтік саланы қаржыландырудың біркелкі болмауы ауыл тұрғынымен салыстырғанда қала тұрғынына жұмсалатын шығыстар 2 есе жоғары. Баға өсімі көңіл көншітпей тұр. Үкіметтің болжамынша инфляция алдағы жылы 9-11% шамасында, тек 2027-2028 жылдары ғана 6%-ға дейін төмендейді. Қыркүйекте 12,9 болғанын ескерсек, осы болжамға да шүкіртейік. Әйтеуір жанармай сынды көп тұтынатын тауарлар аяқ асты шарықтап кетпейтініне сендірді. Ресей мен Украина қақтығысына байланысты көрші елдерде мұнай өнімдері қатты қымбаттап жатыр. Ал біз тежеп отырмыз. Сондықтан жанармайды сыртқа ұрын жолмен әкету қаупі бар. Оны әкімшілік әдіспен тоқтату қиын. Оның үстіне көрші елдердің алдындағы міндеттемелеріміз де бар. Қорыта келгенде уақытша бақылай тұрайық деп шештік. Бірақ қандай жағдайда да баға күрт өспейді. Ендігі мәселе базалық мөлшерлеменің көтерілуі мен жаңа салық кодексі келер жылы баспана алғысы келетіндер үшін бастапқы жарна көлемін өсіріп жіберуі мүмкін. Демек, баспана бағасы да қымбаттауы ғажап емес. Бірақ салалы министрлік жеңілдік бағдарламалары сақталады деп жұбатып отыр. Табысы төмен азаматтар үшін жеңілдетілген несие бағдарламаларының пайыздық мөлшерлемелері өзгеріссіз қалады. Ұлттық банктың базалық мөлшерлемесі өссе де бұл бағытта ешқандай өзгеріс болмайды. Яғни 2,5% мөлшерлемемен берілетін жеңілдетілген бағдарламалар әрі қарай жалғаса береді. Айтпақшы, мәжілісте ең төменгі жалақыны 85 мыңнан 110 мың теңгеге дейін көтеру туралы ұсыныс жасалған еді. Жұманғариннің сөзінше, бюджет тапшылығы азайып келеді, шығыстар қысқарып, кіріс артып жатыр. Әуелі осыны нықтап алғаннан кейін ең төменгі жалақының да ауылы алыс емес екенін айтты.